Баршаңызға сәлем, менің есімім Жұлдыз, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге сториске ерекше фото қоюды үйрететін боламын. Ол үшін өзіміздің сторис бөлімімізге кіреміз, таңдап алған фотомызды қоямыз. Бұл фотоны бұлыңғыр етеміз. Бұлыңғыр фотоны қалай жасау керектігі жөнінде мен алдыңғы видеоларда бөліскен болатынмын. Төменге ссылкасын қалдырамын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Бұлыңғыр етіп аламын да сохранить етемін. Енді сохранить етілген фотоны қайтадан қоямыз да осы жерге мысалға жазамыз. Good morning деген жазуды ерекше жазып көрейік. Неке енді өзіміздің фотомызды әкеліп қоямыз. Мана фотомызды үстін бассаңыз осылай өзгереді фото, дөңгелек болып. Оны осы фотоның О деген әріпті осы фотоның үстіне қоямыз. Неке сол кезде ерекше болады. Тағы да фотоны әкелеміз. Үстін басамыз. Кішірейтемізді. О әрпін осылай үстіне қоямыз. Неке енді morning деп жазамыз. Morning деп жазамыз. Және де осының morning деген сөздің астына ақ сызықша қойғым келіп тұр. Осылай. Енді сториске бөлсеміз, қателеріңізге жарасын. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк басып тіркеліп алыңыздар. Неке дәл осылай әдемі сторис шықтым.